Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағының 70-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Балалар, бүгінгі сабақта сендер көбейтудің үлестірімділік қасиетін үйреніп білетін боласыңдар. Кәнеки ендеше менімен бірге қайталаңдар. Біз ақылды баламыз, есептердің жауабын ойланып тез табамыз. Туын ұстап елімнің білімді боп шығамыз. Балалар, кәнеки азғана ширап алайық. Бөлуді орындаңдаршы. 72, 56, 48, 24 сандарын 8-ге бөлейік. Кәнеки аттай қойыңыздар. 9, 7, 6, 3. 18, 27, 12, 21. Сандарын 3-ке бөліңіздер. 6, 9, 4, 7. 42, 49, 21, 28. 7-ге бөліңіздер. 6, 7, 3, 4. Балалар 6-ны 7 есе арттырып, 7-ге көбейтіп, оған 5-ті қосыңыздар. Қанша болды? 6-ны 7-ге көбейтеміз, оған 5-ті қосамыз. 47. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп аталады. Бұл жерде 5 қатар бар және 3 реттен. Және 2 қатар 3 реттен бар. Ал оны жазу үшін 5-ті табу үшін қаншасы бар екен? 5-ті 3-ке көбейтеміз, одан соң оған қосамыз 2-ның 3-ке көбейтіндісін. Яғни 5-ке 2-ні қосып жіберіп, оны 3-ке көбейтуге де болады. Көрдік пе? Бұл 2 өрнекте де 21 шығады. 6 қатар 4 рет бар және 3 қатар 4 реттен бар. Барлығы 4 рет болғандықтан оны басқаша жазуға да болады. Яғни көбейтудің үлестірімділік қасиетімен 6 мен 3-тің қосындысын 4-ке көбейтеміз. Өрнектер несімен ұқсас? 2 өрнектің мәнінде де 36 шықты. Қандай айырмашылықтар бар? Яғни табу жолында айырмашылық, солай ма балалар? Енді салыстырайық. 5-тің 2-ге қосындысын 3-ке көбейтуім керек. 5-ті 3-ке көбейтем, оған қосамын 2-ның 3-ке көбейтіндісін. Яғни 2 өрнек тең. Екінші өрнекті салыстырайық. 6-ға 3 қоссақ 9, 9 4-ім 36. 6 4-ім 24, 24-ке қосамыз 3 4-ім 12, 36. 2 өрнек тең болды. Демек, балалар, мына түріндегі өрнектерді тексерейік. Бір өрнекті ғана қарастырайық. 6-ға 3-тің қосындысын 9-ға көбейту үшін біз алдымен 6-ны 9-ға көбейтіп, оған қосамыз 3-тің 9-ға көбейтіндісін. Сонда қандай қорытынды шығаруға болады? Қосындыны санға көбейткенде әр қосылғышты сол санға көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосуға болады. Бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Ал енді оны есептеулерде пайдаланып үйренеміз. Алдымен ауызша тапсырманы орындайық.
Гүлбақтағы алаң гүлзармен безендірілген. Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Алдымен бағбан не істеген? 4-ке 2-ні қосып, оны 3-ке көбейтуді қалайша орындаған? Ал енді екінші қатардағы қараймыз. 4-ке 2-ні қосып, оны 3-ке көбейтуді әр қосылғышты жеке-жеке көбейтіп шыққан. Сонда екі өрнекте де мәні 18-ге тең болды. Яғни ережеге, анықтамаға қарайық. Қосындыны санға көбейтудің бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсіл – қосындыны тауып, оны санға көбейтеміз. Яғни 4-ке 2-ні қосқанда 6 болды. 6-ны 3-ке көбейткенде мінеке 18 болды. Екінші тәсіл – әр қосылғышты сол санға жеке-жеке көбейтіп алған, ал одан соң қосындыны тапқан. Онда да мәні, екі жерде де мәні 18-ге тең болды. Бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті, балалар. Екінші есепте де солайша тіктөртбұрыштың периметрін екі түрлі жолмен тапқан. Балалар, енді жазбаша тапсырма номері 3, 72-ші бетте. Оның қалай орындалу жолын, 20-ның 30-ға қосындысын 5-ке көбейтуді мен екі түрлі тәсілмен шығарып көрсеттім. Қараймыз. Біріншіде мен жақшаның ішін орындап алдым. 20-ға 30 қосқанда 50 болды. 50-ді 5-ке көбейткенде 250 болды. Екінші жағдайда әр көбейткішті жеке-жеке көбейтіп, әр қосындыны. Ал одан соң оның қосындысын таптым. Сонда 250-ге тең болды. Сендер тек қана бірінші, екінші бағаны орындайсыңыздар. Оны әр қайсысын жеке-жеке осылайша жазып шығамыз. Түсінікті ме? Номері 4-ші есептің А бөлігін біз орындайтын боламыз. Гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Яғни үлгіде көрсетілген, оның ұзындығы 6 метр, ені 4 метр болса, периметрін қалай табамыз? Периметр табудың бірінші тәсілі формуласын көрсетіп қойдым. А-ға В-ны қосып, ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейттім. Ал екінші тәсілде, балалар, екінші тәсілде А-ны 2-ге көбейтемін, енін 2-ге көбейтемін, ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп, оның әр қайсысын жеке-жеке көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, осылайша орындаймыз. Мен бірінші тіктөртбұрышты периметрін тауып көрсеттім. Сендер мына екінші бөлігін таба қойыңыздар. Дөңгелектерге қарап отырамыз. Бұл көзге арналған жаттығу, сергіту.
Мінеки балалар, анда-санда телефонға көп қараған кезде көзге арналған жаттығулардың пайдасы өте көп. Ал енді 5-ші есепке назар аударамыз. Ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 метр квадрат бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек? Яғни периметрін табуымыз керек. Ұзындығы 7 метр болса, ал ауданы 21 метр квадрат. Яғни үлгіге қарап жазамыз. Біз оның бір қабырғасы белгілі болса, екінші қабырғасын табу үшін ауданды белгілі қабырғаға бөлеміз. Ал одан соң периметрді өз бетіңізбен таба қойыңыздар. Балалар, номері 6-шы есепті де үлгіге қарай отырып шығарамыз. Бұл жерде тіктөртбұрыштың периметрі берілген және ұзындығы берілген. Периметр белгілі болса, ұзындығы белгілі болса, тіктөртбұрыштың енін табуымыз керек. Үлгіге қарап отырып сызамыз және жазамыз. Бізде оның енін табатын формула берілген. Мінеки, біз соны шығарамыз. Түсінікті ме? Орнына сандарды қойып шыға қойыңыздар. Ауызша есеп біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды? Балалар, барлығы 800 оқушы бар, солай ма? Соның жартысы қайың десе, жарты дегеніміз 2-ден 1 бөлік. 2-ге бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Түсінікті ме? Ал енді сонда қайыңды 400 оқушы отырғызған екен. Енді жөкені табайық. Ширек бөлігі жөке деді. Ширек дегеніміз 4-тен 1 деген сөз. 4-тен 1. Енді біз 800-ді бөлеміз 4-ге, 1-ге көбейтеміз. Яғни 200-ді жөке ағашын отырғызыпты. Ал қалғандары үйеңкі дейді. Мына жерде 400 шықты, мына жерде 200 шықты. Барлығы 800 болатын болса, біз 800-ден азайтамыз, 400 бен 200-дің қосындысы. Сонда үйеңкіні қанша оқушы отырғызғаны белгілі болады. Түсінікті ме? Кәнеке қайталайық. Көк және қызыл тіктөртбұрыштарда қанша шаршы төргөз бар? Ол үшін біз не істейміз, балалар? Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланамыз. 6-ны 4-ге көбейтеміз және 3-ті 4-ге көбейтеміз. Немесе 6-ға 3-ті қосып алып, оны 4-ге көбейтеміз. 36-ға тең болады. Кері байланыс береміз. Егер сабақ қызықты болып, барлығы түсінікті болса, көк смайликті. Сабақ ұнаса, бірақ аздап қиналсаңдар, жасыл. Ал сабақ түсініксіз әрі қызықсыз болса, онда қызыл смайликтің суретін сала қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.